бірнеше дәлелдермен сіздерге жеткізуге тырысамын. Осында мен сіздерге жалпы галактика туралы айтатын боламын. Сондай-ақ планеталардың орналасуы, жердің қорғалуы, магнитосфера, озон қабаты, әлемнің кеңеюі, жалпы әлемдегі керемет реттілік, дәлдік, жердегі керемет дәлдікті көрсететін боламын. Мен сіздерге айтайын, шындығында постфактуммен сөйлеп тұрсың деп айтатындарға, яғни постфактум болып кеткен іс бір кездейсоқ идеал тұрақта біз кездейсоқ пайда болдық деп айтатындар болса, бұның идеалдығын қазір сіздер ойландырып жібереді, шындығында ойландырып жібереді. Соңына дейін қарайық сол үшін. Мысалы бізде планеталар, ғарыш, күн және одан айналатын планеталар болады. Және сол айналатын планеталарда бізде 8 планета ретінде қарастырамыз. Бірінші бізде Меркурий, кішігірім жай ғана мысал ретінде салып жатырғанмын сіздерге түсінікті болу үшін. Қараңыздар. Уран, Нептун. Бұл жай ғана сіздерге түсінікті болу үшін. Және планеталар бізде күнді айнала қозғалады. Орбитасы болады планеталардың. Яғни орбита бойымен айналып қозғалады. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде ерекшелік неде? Әрбір планетада өзінде гравитациясы болады, тартылыс күші болады. Бізде кеңістік пен уақытты иеді. Алдыңғы видеоны қараңыздар. Алдыңғы видеоларда мен тартылыс күші туралы түсіндірдім. Бұл кеңістік пен уақыттың иілуі. Мысалы, Меркурий кеңістікті иісе, басқа бір планета Меркурийге жақын шолпан планетасы болса, ол да бізде кеңістікті уақытты иеді. Оған қарағанда үлкен. Ол кеңістік пен уақытты иеді. Енді олар кеңістікті июі жалпы бір-біріне қайшы келмейтіндей дұрыс. Жақсы, оған айтуларыңыз мүмкін, бұл планеталар сәйкес келіп қалды деп, белгілі бір жағдаймен. Келесі, галактикада орналасуы. Бұл жалпы бірнеше миллиардтаған жұлдыздардың ішінде күн сол жұлдыздардың бірі. Ж деп қойын, жұлдыздардың бірі. Енді ол жұлдыздар қайда? Бізде құс жолы галактикасында. Галактикалар түрлерге бөлінеді. Мысалы, сол галактикалардың бірі бізде құс жолы галактикасы спираль галактикаға жатады. Галактика бұл дәл бізге бір сәйкес қолайлы болып тұр біздің тіршілігімізге. Себебі осы спираль галактикаларда радиация аз болады, қаупі аз болады. Біз сондай дәл қаупі аз, сондай бір керемет галактикадамыз. Сондай галактикалардың бірінде. Біз басқа бір галактикадан болсақ, мысалға айтқанда, онда радиациялық қауіп болуы мүмкін, тіпті керемет тіршілік пайда болып адамдар болса, шындығында қазір көптеген адамдар қырылып ауырып жатыруы мүмкін еді. Көптеген адамдар. Яғни радиацияның әсерін білесіздер ғой, рак ауруы дегендей. Ойлап көріңіздер, бірнеше адамдар ауру үстінде болуы мүмкін еді. Бірақ біздің галактикамыз қолайлы. Енді келесі, күн дәл галактиканың ортасына жақын емес, галактиканың шетінде емес. Орналасуын бізде алтын орталық деп айтады. Яғни керемет орталықта орналасқан, егер мына шетінде болса, қазіргі біздікіндей темір көміртек деген секілді элементтер мына шетте болса жетіспеушілігі болар еді. Ал мына жақын болатын болса, онда радиация қаупі болар еді. Бірақ бізде галактиканың керемет орталығында, алтын орталығында қозғалып жатырмыз. Сол бізде галактикада орналасуы. Содан кейін планеталардың ішінде осы күн жүйесінде жер тағы да керемет жерде орналасқан. 150 миллион километр. Бұл жер менен күннің бір-бірінен арақашықтығы. Енді жер сондай керемет орналасқаны сондай, егер жер сәл ғана 1%-ға күннен алыс болатын болса, онда қазіргі жер болмас еді. Ойлаңыздар, 1% күннен алыс болып кететін болса, онда жерде мұз басар еді. Көптеген жерлер салқын болып кетер еді. Егер 5%-ға дейік күнге жақын болса, онда қазіргідей тіршілік болмайды. Жерде өте ыстық болып, адамдар содан ыстықтан қырылып қалуы мүмкін еді. Бұл жердің күннен орналасу арақашықтығының дәлдігі. Жақсы, басқаларыңыз айту мүмкінсіздер.
бір керемет дәлдікте сондай пайда болып қалдық деп. Жақсы. Ендеше мынаны түсіндіріп көріңіздерші, неге жердің қисаюы 23,5 градус дәл керемет бізде климаттық мысалы белдеулерді қалыптастырады. Жер сіздер ойлағандай дәл яғни дөңгелек емес, ол эллипсоид пішінді негізі, яғни кішкене сопақтау келеді. Сосын оның өзі дәлме-дәл осылай орналаспайды, ол қисық орналасады. Жай мысал ретінде алып жатырмын, негізі бұл күн одан да үлкен ғой. Жер дәл осылай емес, кішкене, мұны қараңыздар, осылай қисаяды, күнге қарай қисаяды. Сол қисайған салдарынан жерде экватор ортасынан бөледі, ортасындағы сызықты біз экватор деп айтамыз жердің. Ол оңтүстік солтүстік жартышарға бөледі. Сонда бізде қыс болса, басқа бір жерде жаз болады. Бізде жаз болса, басқа бір жерде қыс болады. Бұған осылай қисайып тұруына себеп болып тұрған мына ай 23,5 градусқа қисайып тұр жерді. 23,5-ке қисайып тұр. Соның салдарынан жерде не болады бізде? Жерде қоңыржай белдеулерде кәдімгі біздерде мысалы жаз, қыс, күз, көктем деген болады. Ал егер айдың әсері болмаса, жер олай қисаймаса, онда жерде басқа бір жерінде өте ыстық болар еді, басқа бір жерлерінде өте суық болар еді. Сондай-ақ біздікінде кәдімгі жаз, қыс деген секілді болмас еді. Бұл бір керемет ерекшелік қой. Әрбір жерде өзіндік ерекшелік бар. Экваторға күн тікелей түседі. Мына шеттері экваторға жақын бізде тропиктік белдеулер, субтропиктік белдеулер, сосын қоңыржай белдеулер деп бөлінеді ғой. Экватордың қасында субэкваторлық деген бар, сосын тропиктік, субтропиктік, қоңыржай, субарктикалық, арктикалық дейтін мына шеттерінде. Соның барлығы керемет қалай қалыптасып тұр, әртүрлі белдеулер. Бұл бір жағынан айдың болуы себебінен де керемет сондай бір қисайып тұр жер. Сондай міне 23,5 градус жүйелеп алғанда шамамен осындай градусқа қисаяды жер. Так, содан кейін бізде гравитациялық қорған деген бар. Негізі бізде егер жай ғана кездейсоқ пайда болса, шын мәнінде сіздерге айтайын, қазір адамдардың бірнешесі өте көп пайызы аурумен қырылып жатыратын еді. Тіршілігін жойып, адам жер бетінде жойылып кетер еді, басқа бір жерлерде өрт болып ыстықтан жер бетінің бір бөлігі кәдімгідей астероидтармен толар еді. Бірақ тағы бір айтып тұрмын ғой, керемет дәлдіктер мына гравитациялық қорған деген бар. Қараңыздар, бізде жерден кейін сәл кішкентай планета бар, жерден сәл кішкентай Марс. Содан кейін ең үлкен күн жүйесіндегі ең үлкен планета кетеді. Ол бізде Юпитер. Енді әрбір планеталар кеңістік пен уақытты иеді. Қараңыздар, гравитация дегенді алдыңғы видеода тағы да айтамын, түсіндірдім. Мысалға міне жер өзі массасына байланысты уақыт пен кеңістікті иеді. Сонда осылай кеңістік иілгесін онда құлайды, астероидтар ұшып келе жатырса, ол гравитация әсерінен жерге құлайды, жерге түседі. Енді жерде астероидтар құлау керек, жерде көп қырғын болу керек, яғни негізі. Бірақ бізде Юпитер бар. Юпитер дейтін планета ең массивті планета. Газдық гигант бұл, өте қатты кеңістік пен уақытты иеді. Жерге сәл жақында орналасқан, жерге жақында орналасқан. Сол үшін міне жер десек, жай мысал жер деп алатын болсақ, Юпитер астероидтарды өзі тартып алады. Яғни қараңыздар, жерге астероид құлайын деп жатырса да, Юпитердің гравитациясының нәтижесінен, тартылыс күші нәтижесінен Юпитерге қарай кетеді. Сөйтіп Юпитер қорған болып тұр. Енді тағы да бұл не үшін деген сұрақ. Егер кездейсоқ, біздің тіршілік кездейсоқ пайда болса, бұл не керек? Юпитер керемет бір дәлдікпен. Жақсы, бұған да келіспеулеріңіз мүмкін басқаларыңыз. Жердің айналуына келейік. Жер өз-өзінен айналады. Жер өз-өзінен бір айналып шыққан кезде, бір тәулік дейміз ғой, 24 сағат өтеді. Жердің өзінің айналу жылдамдығы бар. Егер жер тез айналса, онда Юпитер планетасы секілді тіршілікке қолайсыз болатындай қатты дауыл желдер болу керек. Яғни біз адамдар өмір сүрген кезде қатты желді далада жүру, желді ортада жүреміз. Біздің жер планетамыз желді болады. Егер кездейсоқ эволюция нәтижесінен пайда болсақ, түсіндіріңіздерші маған. Неге жер идеальны керемет дәлдікпен айналады? Неге
онда мысалы қатты жел болмайды. Егер мынау сәл баяу айналатын болса өз-өзінен климат бұзылады, бәрі бұзылады. Біздің климат дейтін керемет дәлдік жердің айналуы. Озон қабаты мен магнитосфера. Жердің қорған қабаты бар, озон қабаты. Бұрындырақта О3 деген, таныс болыңыздар, озон. Озон О3, қысқасы озон О3 деген, бұл бізде О2-ден қалыптасқан. О2 деген оттегі. Оттегі атмосферада найзағайдың әсерінен О3-ке айналады. Бұрында жер бетінде эралар болғанда, архей дейтін ең бастапқы эра болған кезде, осы оттегіміз бізде озонға айналған. Сөйтіп архей эрасында біртіндеп озон қабаты қалыптасып бастаған. Бұл озон қабатының қалыптасуының пайдасы көп. Мысалға айтайын, жай озон қабаты болып тұрғасын бізде адамдар аман жүреді. Мысалға айтқанда, егер озон қабаты болмаса, онда күннің сәулесі жерге түсіп, соның салдарынан, күн сәулесінің салдарынан адамдар ауруға шалдығатын еді. Яғни рак ауруы көп болатын еді, егер озон қабаты болмаса. Одан кейін бізде магнитосфера деген бар. Яғни магнитосфера бұл тағы бір ерекшелік. Басқа планеталарға күн түседі ғой, сол кезде шаңды дауылдар болады. Климаты қолайсыз болады, онда дейтін тіршілік етуге, өмір сүруге адамдарға қолайсыз болады. Себебі бізде оларда магнитосфера дейтін қабат жоқ. Бірақ жерде магнитосфера қабаты түзілген. Сол магнитосфера нәтижесінен шаңды дауылдар, кәдімгі қауіп қатер, күннің сәулесінің зардабы магнитосфера әсерінен былайша айтқанда болмайды. Яғни магнитосфера бізде қорған рөлін ойнап тұр. Және басқа планеталарда жоқ. Сіздер Марста да, жерге жақын Шолпа мен Марста лайық планеталар, оларда магнитосфера қабаты жердегідей емес. Сондықтан оларда кәдімгідей тіршілік етуге қолайсыз басқа планеталар. Жерде керемет дәлдікпен сондай магнитосфера бар. Енді бір ерекшелік. Сол магнитосфера бізге полярное, северное сияние деп айтады ғой, жасыл түсті әдемі болып тұратын. Соны қалыптастырып тұр магнитосфера дейтін. Оны бізде полярлы шұғыла деп айтады. Полярлы шұғыланы қалыптастыратын екі шеттен. Арктикалық, субарктикалық деген, кешірім, антарктикалық, арктикалық дейтін бар белдеулеріне екі шетте. Енді қараңыздар. Жақсы 8 планета дейік, күнді айнала қозғалады. Мен шамамен келтірдім, орбитасы бар. Сол орбитада өздерінің қозғалысы бар, белгілі бір. Яғни күнге жақын болған сайын олар тез қозғалады. Яғни күнді айналған кезде тез айналады. Алыстаған сайын күннен басқа планеталар баяу айналады күнді. Енді бір ерекшелік мынада. Кейбір планеталарды қарайтын болсақ, бізге керемет әдемі бейне береді осы күнді айналуы. Бірақ ол қалай? Өздеріңіз қарап көріңіздер осы бейнені, осы визионы. Бұл қалай керемет дәлдік болып тұр енді. Әлемнің кеңеюі. Мына әлем пайда болған кезде бастапқыда жарылыс болған, үлкен жарылыс, бұл кәдімгі мықты дәлелденген. Шамамен айтқанда 13,8 миллиард жыл. 13,8 миллиард жыл бұрын әлем пайда болды дейді. Яғни әлем дегенде үлкен жарылыс болып, сол біздің өмір сүріп жатырған әлеміміз. Ол кейінірек кеңейіп бастаған. Және қазіргі уақытта да әлі де кеңейіп жатыр. Және бұл өте маңызды нәрсе. Әлемнің кеңеюі бар. Шамамен айтайын, 70 км секунд мегапарсек. Міне 70 км секунд мегапарсек өте жылдам. Жүйелеп айтқанда 70 дедім ғой. Өте керемет дәлдік. Сәл тез кеңейетін болса, егер әлем 70 км секунд мегапарсектан тез
кеңейетін болса, галактикалар қалыптасып үлгермес еді. Егер 70 км секунд мегапарсектан әлеміміз баяу кеңейетін болса, онда керісінше әлем артқа тартылып бастар еді. Сөйтіп әлем артқа тартылып, большое сжатие болады, big crunch деп айтады. Яғни соның салдарынан бізде әлем артқа тартылып, сжатие болып, әлем жойылып кетеді. Түсіндіңіздер ма? Ол бір керемет дәлдікпен кеңейіп жатыр, және өте керемет идеал дәлдік бұлда да. Енді бір өте бір қызық нәрсе бар, ерекше мен байқаған. Осы планеталар бізде күнді айналады ғой, қараңыздар. Планеталар күнді айналады. Сағат тіліне қарсы бағытта айналады. Одан кейін бізде күн мен планеталар жүзіп жүргендей қозғалады. Міне, күн және басқа планеталар құдды бір жүзіп жүргендей қозғалады осылай. Олар қайдан қозғалады жүзіп жүргендей? Құс жолы галактикасынан айналып өтеді. Құс жолы галактикасынан айналып өткен кезде оларда, мына құс жолы галактикасы болса енді, тағы да сағат тіліне қарсы бағытта айналады. Тағы да сағат тіліне қарсы бағытта. Жер өз-өзінен айналады, тағы да сағат тіліне қарсы бағытта айналады. Түсіндіңіздер ма?